Сіз күнделікті өмірде әлеуметтік желіге қанша сағат уақытыңызды жұмсайсыз? Таңертең ұйқыдан тұра сала смартфоннан бүкіл әлемдегі жаңалықтарды көре аласыз. Кімнен хат келді, достарым қандай суреттер салды, әріптестерім қай жерде демалып жүр, және көршім қандай тамақ істегені туралы ақпаратты бірнеше секундта білесіз. Сәлем, бұл қазір ревью арнасы. Қазір мен сіздерге өміріміздің ажырамас бөлігіне айналған әлеуметтік желілер туралы айтамын. Технология әлемінде болып жатқан жаңалықтардан хабардар болу үшін арнамызға тіркеліп қоңырауды басыңыз. Жаңа бейнероликтерді жібермей көріңіз. Сонымен, әлеуметтік желінің пайда болу тарихына көз жүгіртейік. 1995 жылы ақш азаматы Рэнди Конрад classmates.com сайтын жасайды. Бұл сайтқа кез келген адам тіркеліп, өзінің таныс, достарын, туыстарын тауып алуға мүмкіндік алды. Алғашында сайт сұранысқа ие болмады, бірақ уақыт өте келе тіркелушілердің саны арта түсті. 1996 жылы Тель-Авивтік жоғары сыныптың 4 оқушысы хабарландырулармен алмасатын интернет-пейджер ойлап тапты. Оған ICQ деген ат берілді. Оған қызығушылықтың артқаны сонша мыңдаған адамдар тіркеле бастады. 2 жылдан кейін ICQ-ды американдық корпорация $407 миллион сатып алды. Мектеп оқушылары бір сәтте миллионер болып шыға келді. 1999 жылы Life Journal сайты пайда болды. Ерекшелігі, мұнда адамдар өздерінің жеке блогтары мен күнделіктерін жүргізуге мүмкіндік алды. Оны ойлап табушы американдық Брэд Фицпатрик болды. Сайтта адамдар қауымдастықтар құрып, ол жерге басқаларды шақыра алды. 2003 жыл интернет кеңістігінде тағы бір әлеуметтік желі пайда болды. Ол шыға салысымен бүкіл әлемді жаулауға тырысты. Оның атауы MySpace. Бұл жерде де адамдар жаңа достарды қабылдауға және қауымдастықтар жасауға ие болды. Ең бастысы, сыртқы ресурстардағы ақпараттармен бөлісуге мүмкіндік туды. Енді адамдар бейнеролик және өлеңдермен бөлісе алды. Әсіресе бұл әлеуметтік желі әлемдік жұлдыздарға қатты ұнады. Олар өздерінің туындыларын жарнамалай бастады. Ал кез келген жанкүйер өзінің ұнатқан жұлдызына хат жазуға мүмкіндік алды. Бірақ бұл сайттың алдыңғы шепте жүруі ұзаққа созылмады. Себебі 2004 жылы Гарвард университетінің студенті Марк Цукерберг Facebook әлеуметтік желісін құрастырды. Алғашында ол бұл сайтта тек өз университетінің студенттерін тіркеп, өзара хат алмасып, бос уақытты қызық өткізу үшін жасады. Жеке парақша жасау үшін әрбір адам шақыру хатын алу керек болған. Алайда мұндай қатаң шаралар қолданылса да, бір айдың ішінде 20 мың адам тіркелген. 2 жылдан соң Facebook әлемге есігін ашып, оған адамдар ағыла бастады. 2020 жылғы қаңтардағы ресми мәліметтерге сәйкес Facebook'та қазір 2,4 миллиард адам тіркелген. Қызықты ақпарат. Бастапқыда желінің атауы The Facebook болса, кейін қазіргі атауына ауыстырылды. Facebook желісіне әр секунд сайын 8 адам тіркеледі. Бір күнде адамдар 6 миллиард бейне материал көреді. 75% адамдар Facebook'ке смартфон арқылы кіреді. 2006 жылы америкалық программист Джек Дорси дәл қазір не істеп жатқаны туралы қысқаша хабарламамен бөлісуге арналған Twitter'ды ойлап тапты. Оны толықтай жасауға оның тек 2 ай уақыты ғана кеткен. Адамдар бұл жерде тек 140 символдан тұратын хабарлама жаза алды. Сондықтан бұл желі жазатын ойды тиянақтап, қысқаша жазуды үйретеді десек те қате болмайды. Бұл жай ғана идея Джек Дорсиді миллиардерге айналдырды. Оның байлығы қазір 5 миллиард ақш долларына тең. Осы 2006 жылы посткеңестік аймақта танымал әлеуметтік желілер пайда болды. ВКонтакте және Одноклассники. Оларды жасағандар Павел Дуров және Альберт Попков. Facebook өз қарқынымен бүкіл әлемді жаулап жатқанда, бұл екі желі де халық арасында кең тарады. Жастармен қоса ересек адамдар да пайдаланып, бір-бірімен хат алмасып, сурет пен бейне жазбаларды көре алды. 2010 жылы Сан-Францискодағы екі дос әлеуметтік желілер әлемінде төңкеріс жасады. Олар адамдар хат жазудан гөрі суреттерді жақсырақ қабылдайды деген шешімге келіп, Instagram'ды жарыққа шығарды. Суреттерді жақсартуға арналған түрлі фильтрлер, лайк басу және тағы басқа ұтымды жерлерін көрген Facebook оны 2016 жылы 1 миллиард долларға сатып алды. Қызықты ақпарат. Қазіргі таңда Instagram пайдаланушылар саны 1 миллиардтан асты. Оның 500 миллионы күнделікті белсенділік танытады. 1 минутте әлем бойынша 347.222 скролл жасалады. Бүкіл әлем бұлардан артық желі шығуы мүмкін емес деп ойлап жатқанда, Қытайда Douyin пайда болды. Оны жасауға 200 күн ғана уақыт жұмсалған. Оның басты ерекшелігі адамдар кез келген жанрда қысқа бейнероликтер шығарып, олармен бөлісуінде. Бұл желі жастар арасында қатты қызығушылық тудырып, бір жылдан соң тіркелушілер саны 100 миллионнан асты. Оны жасап шығарған компания керемет көрсеткіштерді көрген соң сыртқы әлемге шыға бастады. Осылайша оның атауы TikTok деп ауыстырылды. Қызықты ақпарат.
Бір жылдың ішінде тиктокерлер 1 миллиардтан астам бейнеролик жүктейді. Қазіргі таңда оны пайдаланушылар саны 800 миллионнан асты. Біз барлығымыз жақсы көріп пайдаланатын WhatsApp қосымшасы Ян Кум және Брайан Эктон есімдерімен байланысты. Бұл екі американдық азамат 2009 жылы алғаш рет аталған мессенджерді іске қосып, бүкіл елдердегі байланыс операторларының SMS пен MMS қызметтеріне бәсекелестік танытып, артынша оларды мүлдем ығыстырып шығарды. Компанияның басты 3 қағидасы бар: ешқандай жарнама, ешқандай ойын және ешқандай айлалы әрекеттер болмау керек. Қызықты ақпарат. Қазіргі WhatsApp'та 1,6 миллиардтан астам адам тіркелген. Басқа желілермен салыстырғанда WhatsApp серверлері мәліметтерді сақтамайды. Фото-видео материалдардың жөнелту алдында өлшемдері ыңғайланады. 256 биттік шифрлау арқылы жоғары қауіпсіздік деңгейі сақталған. 2014 жылы Facebook компаниясы мессенджерді $19 миллиард сатып алды. Ендігі кезек YouTube желісіне келді. 2005 жылы ақш-та Стив Чен, Чад Херли және Джавид Карим жеке компания құрып youtube.com доменін тіркеді. Олар осы идея үшін PayPal компаниясында жоғары жалақы төленетін жұмыстарынан бас тартты. Алғашында YouTube танысуға арналған сайт ретінде жасалып, кейін кез келген бейне материалды жүктеуге арналды. YouTube-тың сәтті жоба болуының себебі бейне роликтердің флеш-видео форматта онлайн режимде көру мүмкіндігінде. Бұл технология өз уақытында революцияға айналды. Себебі бейне роликті көру үшін компьютерге арнайы бағдарламаны орнатуды қажет етпеді. Бар болғаны сайтқа кіріп, плей батырмасын басу керек болды. Қызықты ақпарат. Google компаниясы YouTube-ты 2016 жылы 1,65 миллиард сатып алды. Ай сайын YouTube-қа 2 миллиард адам кіреді. Әр минут сайын YouTube-қа 500 сағаттық бейне материал жүктеледі. YouTube-тағы бір күндік бейне материалды көру үшін адамға 82 жыл уақыт керек. Адамдар бір күнде 5 миллиард бейне материал көреді. Осыған орай сіз де қазір ревью арнасына тіркеліп, қоңырауды басыңыз. Қазақ тіліндегі жаңа бейне роликтерді апта сайын тамашалаңыз. Қазіргі таңда интернет желісінде 600-ден аса әлеуметтік желінің түрі бар. Статистикаға сәйкес жастардың 93% кемінде бір әлеуметтік желіге тіркелген. Әлеуметтік желілер бізге басқа адамдармен байланыс орнатуға, олардың өмірінде не болып жатқан туралы білуге мүмкіндік береді. Десек те оның кері әсері де бар. Смартфон не компьютер алдында сағаттап отырып, мың түрлі ақпарат арасында бос уақытты жоғалтып алу қазір үлкен проблемаға айналды. Сондықтан арасында үзіліс жасап, виртуалды өмірден бөлек шынайы өмір бар екенін ұмытпаңыз. Ал сіз күніне неше сағат әлеуметтік желіде отырасыз? Және ол пайдалы ма не зиян ба, қалай ойлайсыз? Өз ойыңызды комментарийге қалдырыңыз. Сіздермен болған қазір ревью арнасы, келесі кездескенше.